бүгінгі өренетін қайталатын сөздердің тізімін осылай болады: тігістеу, тігіс, құрылғы, салқындату, хош иіс, сым, бұнда, болғаны, сөйлесуші, бәсекелестік, тұлға, көре алмау, бәсеке, кесірінен, кемсіту, құндылық. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Делать ровным, ровный. Прибор приспособления. Охлаждать. Аромат. Проволока. Тут, здесь. Всего лишь. Собеседник. Конкуренция. Личность. Завидовать. Конкуренция. По причине. Унижать. Ценность. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамда жазамын. Күтіп тұрыңыз. Жұбайы әңгімелесу. Жас ер адам және оның жұбайы үйленгеннен кейін жаңа үйге көшуге шешім қабылдап жатыр. Ол әйелімен ойды қалай ұйымдастыру туралы әңгімелесіп жатыр. Олардың бюджеті шексіз емес. Ақша тек ең керекті ойдың құрылғысын ғана сатып алуға жетеді. Олар біріншіден не сатып алуды талқылап жатыр. Меніңше ең маңызды нәрсе бұл тоңазытқыш, деді ер адам. Ол саған қыста не үшін керек? Сыртқы температура минус 10 градус келесі 2 айда көтермейді. Азық-түлікті сыртта салқындатуға болады. Бізге жуғыш біріншіден керек, айтты оның әйелі. Дұрыс айтасың. Мен жаңа жолған кірдің хош иісі жақсы көремін. Банктағы жұмысында күн сайын ақжейдіні киетін біздің кеңсеміздің талабы. Тоңазытқыш көте алады. Ақшамызды жинап, шығынымызды азайтып, оны 2 айдың арасында сатып аламыз. Мен сенімен келіспеймін. Саған шығынымызды азайту керісінше, кірісіміздің көтеруі жақсырақ болады. Сонда мансабымда көтерілу керек. Бұл бәсекелестік бар болғандықтан оңай емес. Қаражат бөлімінің басқарушы бұл менің бар болғаны арманым. Келесі жылы осы лауазымды жетемін деп үміттенемін. Иә, жақсы болады, ұмытпа. Компаниядағы әртүрлі тұлғалар жұмыс істеп жүр. Кейбір адамдар әріптестерінің мансапта көтеруді көре алмады. Әріптес сөйлесушілермен абай бол. Мақсаттарды ешкімге ашпа. Уайымдама, мен барлық бөліміміздің әріптестерімен қатынасым тегіс. Сенің компаниясында құндылықтар бар екенін білемін. Дұрыс, ұйымдардың ұжымдарында әріптестерді кемсітуге болмайды. Сол кесірінен бұл жұмыста істеп жүрмін. Жақсы онда. Тұрмысымыздың мәселелеріне қайтайық. Бұнда үйіміз тоңазытқыш сияқты салқындатып жатыр. Қазір қыздырғыштың сынын қолыма аламын. Оны қосамын. Разговор супругов.
Молодой мужчина и его жена после свадьбы решили переезжать в новый дом. Они обсуждают, как его обустроить. Их бюджет не безграничен. Денег хватает только на то, чтобы купить самое необходимое оборудование для дома. Они обсуждают, что купить в первую очередь. «Я считаю, самое главное – это холодильник», – сказал мужчина. «Зачем он тебе зимой? В ближайшие 2 месяца температура на улице не поднимется выше -10 градусов. Продукты можно охладить на улице. Нам в первую очередь нужна стиральная машина», – сказала его жена. «Ты права. Я очень люблю запах свежевыстиранного белья. В банке, где я работаю, требование – каждый день носить белую рубашку. Холодильник может подождать. Мы накопим денег, сократим расходы и купим его через пару месяцев». «Я с тобой не согласна. Тебе нужно не расходы сокращать, а наоборот, доходы увеличивать». «Тогда мне нужно повышение по карьере. Это непросто, потому что есть конкуренция. Руководитель отдела финансов – это всего лишь моя мечта. Но, надеюсь, в следующем году я достигну этой должности». «Да, хорошо бы было. Не забывай, в компании работают различные личности. Некоторые коллеги завидуют, когда кто-то продвигается по карьере. Будь осторожен в общении с коллегами, никому не рассказывай о своих целях». «Не волнуйся. Мои отношения со всеми коллегами в нашем отделе ровные». «Я знаю, что в вашей компании есть ценности. В хороших организациях нельзя дискриминировать коллег». «Именно поэтому я и работаю на этой работе». «Хорошо тогда. Давай вернемся к нашим бытовым проблемам. Здесь наш дом замораживает как холодильник. Сейчас я возьму провод обогревателя и включу его».